Мемлекет басшысы өзінің 2024 жылғы жариялаған жолдауында тікелей субсидиялардан қолжетімді несиелеуге көшудің және коммерциялық банктердің қаражатын тартудың маңызын атап өтті. Осының нәтижесінде 2024 жылдан бастап жылдық ставкасы 5%-дан аспайтын жеңілдетілген несие беру бағдарламасы іске қосылды. Бұл бюджет пен жеке қаражат көздерінің ресурстарының біріктіру арқылы мүмкін болды. Егер бұрын көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына 70 миллиард теңге бөлінген болса, биыл кен дала бағдарламасы аясында жеңілдетілген қаржыландыру көлемі алғашқы рет 700 миллиард теңгені құрады. Нәтижесінде 2 жыл ішінде жеңілдетілген несие алушылар саны 4 есе артты. Айналым қаражатын несиелеудің ұқсас бағдарламалары етті ірі қара мал шаруашылығында да іске қосылды. Мұнда да несие таза 5% ставкамен беріледі. Қаржыландыру көлемі 50 миллиард теңге. Ал биыл өңдеу кәсіпорындарының айналым қаражатын жеңілдетілген несиелеу бағытына 44 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар фермерлердің кепілге қолжетімділігі мәселесі шешу үшін несие сомасының 85%-нан дейін кепілдік беру бағдарламасы жүзеге асырылуда. Келесі бағыт техникалық жаңарту. 2024 жылы ауыл шаруашылық техникасын жеңілдетілген лизингқа беру үшін 125 миллиард теңге бөлінген еді. Ал биыл бұл қаржыландыру 2 есе ұлғайып 250 миллиард теңгеге жетті. Осының нәтижесінде 2025 жылдың қорытындысы бойынша техника жаңарту қарқыны 4,5%-дан 6,5%-ға дейін артады. Тағы бір маңызды міндет агроөнеркәсіптік кешенге инвестиция тарту. 2024 жылдың алғашқы 7 айында ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар көлемі 516 миллиард теңгені құрады. Ал 2025 жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 710 миллиард теңгеге жетті. Былтыр жалпы сомасы 280 миллиард теңге болатын 286 жаңа инвестициялық жоба іске қосылды. Биылғы 616 миллиард теңгеге 285 жоба жүзеге асатын деген жоспар бар. Мемлекет басшысының 4-ші маңызды тапсырмасы жерді тиімді пайдалану. Жерді қайтару жөніндегі комиссия пайдаланбаған және заңсыз берілген жерлерді мемлекетке қайтару бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. 2022 жылдан бері мемлекет меншігіне 13,5 миллион гектардан астам ауыл шаруашылық жерлері қайтарылды. Оның 4 миллион гектары халық игілігіне қайта бөлініп берілді. Бұл жұмыс жалғасын тауып келеді. Биыл тағы 2 миллион гектар жерді мемлекетке қайтару жоспарланған. Төлемдерді әділ болу және адал жер пайдаланушылардың құқықтарын қорғау бойынша бақылау тұрақты жүргізілуде. Су өнімді технологиялардың ауыл шаруашылығына енгізу жұмыстары да жалғасуда. Мемлекет басшысы жыл сайын 150 мың гектарға дейін су өнімдейтін технологияларды енгізуді тапсырған болатын. 2024 жылдың қорытындысы бойынша бұл жоспар артығымен орындалып 158 мың гектарды құрады. Ал биыл су өнімдейтін технологияларға қазірдің өзінде 109 мың гектар алқапқа енгізілді. Жалпы су өнімдейтін технологиялар қолданылатын суармалы жер көлемі 580 мың гектарға ұлғайды. Мемлекеттік қолдау шараларының іске асыру бүкіл агроөнеркәсіптік кешенге оң әсер етті. 2024 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы өнімі көлемі 13,7%-ға өсіп 8,3 триллион теңгеге жетті. Ал 2025 жылдың 7 айында жалпы өнімі көлемі 7,3%-ға артып 2,4 триллион теңгені құрады. Бұл өсім мал және өсімдік шаруашылық өндірісінің артуымен тікелей байланысты. Ауыл шаруашылығы жануарларының саны өсті, сиыр сүтінің өндірісі 6,5%-ға, ет 2%-ға, азық-түлік өндірісі 9,2%-ға артты. Күзгі орақ ору науқаны қызу басталды. Қазіргі уақытта 2,7 миллион гектар алқап жиналды. 3,9 миллион тонна астық бастырылды. 1,8 миллион тонна көкөніс қоймаға жөнелтілді. 2025 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 8,5 триллион теңгеге жеткізіледі.
Қазақстанда ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының тұрақты өсу динамикасы сақталып отыр. Мәселен, 2024 жылдың алғашқы 6 айында 2,3 миллиард ақш долларының өнімі экспортталса, биылғы жылдың алғашқы 6 айында бұл көрсеткіш 3,1 миллиард ақш долларын құрады. 2024-2025 маркетинг жылы астық пен ұн экспортының көлемі 12,6 миллион тоннаға жетіп, 33%-ға артты. Аталған нәтижелер аграрлық секторды қажетті ресурстармен қамтамасыз ету бағытында жүргізілген жұмыстың нақты жемісі. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігі шаруаларды қолдау шараларын жетілдіру, агросаясатты ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету, ең бастысы ауыл тұрғындары мен шаруалар үшін мүмкіндіктерді кеңейту бағытында жұмысты жалғастырады.